Kelip oturgan mına şаңарақтарыңыз Аллажар қолдау қорының кеңсесі. Бұл Аллажар қолдау қорының шаңырағының астында қазақ интернет отыр. Қазір қазақ газет деген неден интернет газет, интернет сайт осының барлығы сол жерден көрулеріңізге болады. Көптеген дүниелер осы Аллажар қолдау қорының есімен қолдауымен бірталай нәрселер жасалынып жатыр. Сол жерден қарауларыңыз бар. Мынау бүгінгі жиналып отырған жиынымыз Аллажар қолдау қорының қасында біз бірталай қарсылықты дүниелерге тап болдық. Мынау бір жылдың ішінде. Мына Қазақстанда, соның ішінде Алматыда 3500-ден артық мемлекеттік ұйымдар бар екен. Мемлекеттік емес ұйымдар. Үкіметтік емес ұйымдар. Міне осыны алғаш рет біз әкімшілікке барған уақытта жалпы бізден қасқыр көрген қойдай болып үрікті олар. Біз сол бірден барған күйі талап еттік. Өйткені үкіметтің заңы, үкіметтік емес ұйымдар өзінің ұстабын, жарғысын барлығын мемлекеттік тілде жазу керек. Тек аса бір сондай қиын жағдайда ғана басқа тілді қолдануға болады деп. Ал біз барған дүниеде қайда жаңағы 3500-де бір қазақтың сөзі іштемеде жоқ. Тіпті қазақ халқына, қазақ мемлекетіне қажетті емес. Әр түрлі мына глобализация, жаһанданудың программасымен жұмыс істеп жатқан дүниелерді көрдік. Міне осымен шайқаса жүріп, біз келіңіздер.